Адам жасампаздығын ақиқаттайтын сатылар. Қазақ кәдіс құтыс құранын арқау етіп, тіл қатып, Құдай мен адам, адам мен адам, адам мен табиғаттың ара қатынасын өлшеп белгілейтін ұғым туындатып, ұлы дүниетанымдық арқау жасап, ізгілік пен мархабат, пейіл мен ынсап, сыйластық пен сыпайылық тоғысқан, өзінікімен қоса өзгенің де қамын ойлайтын, қате қас істерден аулақ болдыратын, қазақ ұлтының адамгершілік өлшемдерінің негізін құрайтын, қасиетті қайырымдар өнері мен мәдениетінің жүйесін жасады. Жасампаздық ойдан басталады, ұлан ойдың шешімін дұрыс табады. Сөйленген сөзбен қатылған тілдің даналығы мен даралығының, асқақтығы мен асқандығының сарапшысы мына өлшемдерге бас болады. Ақиқатында сана, өрі, ақыл, ойлану атты төрттіктен құралған тез жанында төртеу түгелденіп, қисық ағаш жатпайды. Өлшемдерді ұмытпа, керегіңе жарайды. Сондықтан қашанда жадыңда жүрсін. Ой – ұлы өлшем. Ой – орысша мысль. Бақыт – жауабы табылып қанағаттанған ой. Сор – жауапсыз қалған мазасыз ой. Кез келген ойға жауап бер. Ұрпақ азады, ұлт тозады, өзің сорлайсың. Ой ден, ой жауап, ой әз. Адамды аздырушы шайтан емес, жауабы жоқ ой. Құлдырау ойдан басталады. Ой келсе, не кенеттен туындаса, жауап бер. Соңғы ғасырларда ақиқат таба алмай, кенеттен келген, не кенет туындаған ойдың жауабын білмей сорлап, жауабы жоқ әлемнің қапасында қалдық. Адамға ой келмей тұрмайды, келеді. Келген ой есте қалып, жадыда сақталып, жауап іздетіп, есіңді алып, есеңгіретіп кетеді. Ой адамға қабілеті мен қасиетінің ұлылығына байланысты келеді. Алты алаштың тазалығына байланысты келеді. Әркімге әртүрлі келеді. Алты алаш жүйкені бойлай, алты жерге түйінделе орналасып, келген ой алты алаштың тазалығына байланысты сараланып, жіктеліп, жауапқа айналып, адамның қабілеті мен қасиетін рухтандырып, ұлылыққа жетелейді. Құдай сені жауапсыз қалған ойдан сақтасын. Бәрі ой тазалығына байланысты. Бәрі келген ойдың шешіміне байланысты. Азғырушы өзің, азғын да өзің. Әлемді де, ешкімді де айыптама. Ақмақтың күнделікті жасайтын ісі өз ойымен арпалыс. Адасу мен алдану, торығу мен жабығу, кесір мен кесапат, өсек пен өтірік, алдау мен арбау, жамандық пен жауыздық, жазмыш пен озмыш, күйттеу мен тырбану, ашу мен ыза, бассыздық пен көзсіздік. Келген ойды жүйелей білмегендіктен болады. Келген ойдың жауабын білмегендіктен болады. Адасудың алды жөн, арты соқпақ,
мың асқанға бір тосқан, ақырын жүріп анықпас, 50 жылда ел жаңа, 40 жылда қазан, ой өзгерсе, бәрі өзгереді. Өмір жолында адаспау, ойлана білумен жүйкенің мықтылығына байланысты. Ойды жүйелей білудің өзіндік жолын қалыптастыр. Кенеттен келген не аяқ астынан туындаған ойдың жауабын ізде. Сатыла, сарала, шолу жүргіз, шешім қабылда. Шеш. Келген ойға жауап таппасаң, ұлылыққа көтерілуіңнен гөрі құлдырап төменге кетудің мүмкіндігі кеңірдегіңе тақалады. Қош бол. Дүниедегі ең ауыр жұмыс тынымсыз келіп жатқан, кенеттен туындап жатқан оймен алысу. Мазаңды алар оймен арпалысу. Жеңімпаздар санаулы. Адам өзін өзі алдайды, өзін өзі азғырады, оймен қауышып қалады. Ойдың құшағында тұншығып кетеді. Өмірден озады өкініш. Адамның өмірде даналыққа жетуі, азғындап құлдырап кетуі, кенеттен келіп жатқан немесе оқыған тоқығаннан, көргені мен естігеннен туындаған ойға жауап беріп, не жауап бере алмай қалуына байланысты. Көктегі жұлдызды алдырып, дана жасайтын да, тұғырыңнан тайғызып, қара жерден қу шөп тергізіп, жынды етіп қоятын да, осы ағылып келіп есіңді алатын, не жауабы табылмаған, не жауабы табылған ой. Ойға жауап бер. Данасың. Жауап жоқ, азғынсың. Ой ойлай білу жүйе. Меңгер. Жүйелеп ойлана білмеу кесапат. Ойдың жауабын таппасаң, ұлттығың кетіп, тобыр атанып қаласың. Білмесең, білгеннен сұра. Ақиқатты білетін болып шықса, ғанибет. Біреу ойдың жауабын білем дейді, сұра. Білмейтін болып шығады. Пәле солар. Біреулер білем дейді, ұлтын алдайды. Бұл алдау тосын келген жаудан жаман. Білгішке ұрсаң, сойыл батпайды. Кессең, қылыш өтпейді. Ақымаққа дауа жоқ. Әлін білмейтін әлек осылар. Өзінің соры, ұлттың соры. Ойды меңгер. Баба, тұғиян, жүз, ел, ру, ата, сақ, гун, қон, ісқып, пешенек, үйсін, арқи, үш қан, қаңлы, сіргелі, жалайыр, сары үйсін, асты, ошақты, дулат, албан, суан, шапрашты, арғын, кери, қыпшақ, қоңырат, уақ, тарақты, найман, әлім ұлы, бай ұлы, жетіру, қалегет, төленгіт, төре. Адам емес, адам туатын әз заттар. Ендей кір, түбін қаз, ойға жауап ал. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 164-166 беттердің аралығы.